Дауысыңыз емес, сөздеріңіз биік болсын. Гүлдер найзағай арқылы емес, жаңбыр арқылы өседі. Бұл сіздің жолыңыз, тек қана сіздікі. Біреулер сізбен бірге бір жолды кешіп өту мүмкін, бірақ сіздің орныңызға ешкім жүрмейді. Қандай жылдамдықпен жүрсе де, тек іздегендер ғана қалағанын таба алады. Қай жерде болсаң да, не істесең де, жүрегіңді махаббат тәрк етпесін. Бақыттың кілті сабырда. Егер өмір сені қинап, тізерлеп отыруға көндірген болса, намаз оқу үшін ең қолайлы сәт келіпті. Құлақпен емес, жүрекпен тыңдауды үйреніңіз. Сөз алдамшы. Бір адамды екіншісіне жақындастыратын нәрсе сөз емес, ішкі жақындық. Кеше ақыл дедім, сол үшін бүкіл әлемді өзгертуді қаладым. Ал бүгін данышпанмын, сол үшін өзімді өзгертуді жөн деп таптым. Өзін көпшіліктен аулақ ұстап, үнсіздік сақтайтын адамды көрсең, оған жақындауға тырыс. Өйткені оған даналық кірген. Жылағанға желкеңді тұт, еңірегенге шарапатың тисін. Қапа болма. Саған нақақтық жасаған кісіге ашуланба. Керісінше саған сабақ болуды үйреткен үшін өзіңе қиянат қылғандарға рахметіңді айт. Шындық пен жалғанды ажыратуыңа себеп болған адамдарға разы бол. Қара ақтың парқына бару үшін керек. Өмір осы себептермен одан да мазмұнды болмақ. Ей тіл, сен қандай бітпейтін қазынасың? Ей тіл, сен қандай дауасы жоқ дертсің? Ей сыр іздеген адам, жан ішінде жан бар жүрегіңе түсіп ізде. Сен өзіңді өзіңнен ізде, сырды әр жерден ізде, бірақ оны сырттан емес, өзіңнен ізде. Ол туғанда әкесіне жәннат есіктері ашылады. Тұрмысқа шыққанда ері діннің жартысын сақтаған болады. Ал перзент көргенде жәннат аяғының астында болады. Бірақ Алланың бұл сырлы хикметін еркектер ешқашан түсіне алмайды. Достарыңның мәселелері сенің де мәселеңе айналады. Айналаңда адамдар саны қанша кем болса, мәселелерің де соншаға азаяды. Ең жақсысына үміт қылып, ең жаманына дайын тұр. Адамдарға қаншама жақсылық жасасаң да, олар тек қана қателеріңді есінде сақтап қалады. Егер де сабырсыз болсаң, өмір саған одан да үлкен қиындықтар дайындап қояды. Сабыр үлкен ғажайыптар көрсету қабілетіне ие. Ауыр шешім қабылдауға қорықпа, себебі көбінесе сен таңдаған ауыр таңдаулар мықты жетістікке жеткізеді. Адамдар көбінесе саған өздерінің қажетіне және ашкөздігіне қарап мәміле көрсетеді. Тәжірибе ең жақсы оқытушы. Ең алдымен өзіңді құрметте, әйтпесе адамдар мұны сезіп қояды. Аузыңды ашудан бұрын көзіңді аш. Өміріңде ең болмаса арлы және саған тек шынын айтатын бір адам болсын. Жомарт ешкімге зияны жоқ, ақ көңіл болу жақсы. Бірақ өмірде барлық нәрсенің шекарасы бар. Сондықтан аққан суға арзымайды деген сөздің де бар екенін ұмытпа. Ашуға мінгеніңде қалт іске қол ұрма. Керісінше ашуыңның басылғанын күт. Себебі ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш жіберуі және оны ешқашан артқа қайтара алмауы мүмкін. Әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпе. Кейбір адамдар бұдан рахаттануы мүмкін. Ауыр күндерді басыңнан өткізіп жатқанының жақсы күндер енді қайта келмейді дегенді білдірмейді. Азаптың барлығы уақытша екенін ұмытпа. Біреуге кек сақтау өзгеге емес, өзіңе ғана азап шектіреді. Уақыт сенің кім екеніңді көрсетеді, басқа ештеңе емес. Уақыт ең құдіретті күш. Қаншалықты күрессең де, ол бәрібір өз үкімін жүргізеді. Арқаңнан пышақ сұғатындар сырттан келмейді, олар жаныңда жүргендер. Туысқаныңа кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін дәлелдеп әуре болма. Жай ғана оларға сенікі жөн дей сал. Егер сіздің кетіп бара жатқаныңызды көре тұра, ешкім сіздің артқа қайтуыңызды өтінбесе, демек сіз дұрыс жолдасыз. Өзіңді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көрші. Ендеше өзгені өзгертуге асығуың қаншалықты дұрыс. Әркім өзі қалағандай өмір сүреді және ол үшін өзі жауап береді. Өмір құтты велосипед айдауға ұқсайды. Өмір заңдылықтарын сақтау үшін үнемі қозғалыста болуы керек. Өзіңді сүюді үйренсең, қалғанның барлығы өз орнына түседі. Ең маңыздысы бұл ақыл. Сен нені ойласаң, соған айналасың. Қиындықтарды жеңу адамның өмірін мазмұнымен толтырады. Өмірді мазмұнсыз сүруге болмайды, ол өте қысқа. Өзіңізді жағымсыз адамдармен әңгіме қылмау бақытынан айырмаңыз. Сен үлкен мәселелерді жаратуды жақсы көресің. Бар болғаны осыны түсін. Сонда қиындықтар да жоқ болады. Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын үш тұзақ.
өткенге өкіну, келешекке алаңдау және бүгініңе шүкір етпеу. Сіз иелік ете алатын бірден бір уақыт бұл дәл қазіргі сәт. Таңдауға келгенде қолайлысын таңдама. Өз көңіліңе қонымдысын таңда. Бір қатені 2 рет жасама. Сонда ғана өсесің.